Сәлеметсіздер ме? Мен Жанарға жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Төкенова Нұргүл. Менің бүгінгі өткізетін сабағым дүниетану пәні. Бүгінгі сіздерге көрсететін сабағымның тақырыбы ежелгі адамдардың өмірі қалай өзгерді. Тағам мен сусын бөлімі. Бірінші сыныптың дүниетану оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты көрнекі материалды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі туралы әңгімелеу. Бұл сабақта оқушылар білуі тиіс ежелгі адамдардың тамақтану түрі неге және қалай өзгеретінін білетін болады. Ежелгі адамның тамақ мәзірін құрастыруды үйренетін болады. Сабақты бастамас бұрын балаларды 3 топқа отырғызып, біз қандаймыз әдісі бойынша психологиялық ахуал қалыптастырып аламын. Әр топ бір-біріне біз қандаймыз деген сұрақ қою арқылы жауап береді. Біз қандаймыз, әдемісің, әдептісің. Біз қандаймыз, сенімдісің, талаптысың. Біз қандаймыз, ақылдысың, тәртіптісің. Біз бәріміз қандаймыз, тәп-тәтті, балдаймыз деп балалар бір-бірінің көңіл күйлерін көтеру, бір-біріне жақсы осындай сөздер айтады. Тамаша деп мадақтаймын. Одан кейін өткен сабақты пысықтау мақсатында пицца әдісін қолданамын. Пицца әдісінде пиццаның бөліктерін тақтаға қоямын, жабыстырып, одан кейін балалар ол пицца бөліктеріне пайдалы тағамдар мен зиянды тағамдардың суреттеріне қарап отырып, пайдалы тағамдарды жабыстыру керек болады. Одан кейін әр пайдалы тағамдардың қандай пайдасы бар екенін айтып өтуге де болады. Үй тапсырмасы болғандықтан. Ал енді бұл жердегі суреттерде бізде сәбіз, алма, балық, жұмыртқа, сүт суреттері бар. Соны балалар айтады. Мысалы, сәбіз көздің көруін жақсартады, ал алма жүректің жұмысын жақсартады, тістерді қатайтады. Балық сүйекті және тісті қатайтады, ал сүт сүйекті және тісті қатайтады, жүрек соғысын және теріні жақсартады. Сонымен қатар жаңағы жұмыртқаның да қандай пайдасы бар екенін айтады. Жұмыртқада адамның терісін қатайтады, сүйекті қатайтады дейді, көру қабілеттерін жақсартады дейді. Осылай үй тапсырмасын балалардан пицца әдісі арқылы сұрап, өткен сабақтағы менің денсаулығым, мен қалай тамақтанамын туралы балалар өздерінің ойларын айтады. Тамақтану тәртібі, уақытымен тамақтанудың ретін балалар айтып өтеді. Одан кейін жаңа сабақты бастамас бұрын алғашқы адам бейнебаяны көрсетіледі. Ежелгі адамдар туралы өз ойларын айтады. Біздің ата-бабаларымыздың дәстүрлері. Алғашқы адам жабайы өсетін дәндерді, жеміс жидектерді жинап, жануарларды аулаған. Біздің ата-бабаларымыз аң аулау мақсатында жабайы аңдар соңынан еріп, әрдайым бір орыннан екінші орынға жылжып отырған. Алғашқы адамдардың қоғамдық ұйымы күрделі де ұзақ даму жолынан өтті. Оның бастапқы кезеңі алғашқы тобыр бірлесіп, қорғану және шабуыл жасау, аң аулау және жиын терін үшін бірлесу болды. Жаңа бейнебаяннан көргендей, ежелгі адамдар сол заманда жабайы өскен өсімдіктермен, өсімдіктің тамырларымен қоректенгенін айтады. Одан кейін жабайы жануарлардың ортасында өмір сүрген. Яғни оларға азықтары жабайы жануарларды атып, аулап, шикі еттермен қоректенген. Сонымен қатар терімшілікпен айналысты. Әйелдермен жаңағы балалар ағаштардың жемістерін жинап, өсімдіктерді жеуге жарамды тамыр түйінділерін қазып жеген. Алайда адамдар жаңағыдай аң аулауға бейімделеді. Одан кейін аңшылардың негізгі аулайтын аңы зілдер болды. Аңшылықпен де айналысқан ежелгі адамдар. Енді сонымен қатар жер бетін суық басып, жаңағы алғашқы адамдар тоңады, содан кейін олар от жағуды үйрене бастайды. От жағуды олар құрғақ ағашқа
ағашты үйкелеп от шығатынын біледі, тасқа тасты ұрғанда одан да оттың ұшқыны шығатынын біледі. Ежелгі адамдар жаңағы оттан жылу, жарық, тамақ пісіру болатынын біледі. Жабайы аңдардан қорғануға болатынын біледі. Яғни сол жаңағы отқа күйдіріп сазбалшықты, сол сазбалшықтан ыдыс жасайды. Ежелгі адамдардың от жағу әдістері мына суреттерден де байқауға болады. Олар күнімен түнімен отырып отты күзетеді, отты сөніп қалмауын қадағалайды. Кезектесіп мынау ежелгі адамдардың топпен барып зілдерді ату. Енді ежелгі адамдардың қарулары сол уақыттағы. Одан кейін ер қаруы, бес қару дейміз ғой өзіміз, соған шоқпар, садақ, қылыш, найза, айбалта жатады. Сол ежелгі адамдардан келе жатқан жаңағы садағымыз, найзамыз, айбалта. Жаңағы біз бейнебаянда көргендей, терімшілікпен айналысып жатқан, жабайы жемістерді теріп жатқан адамдардың суреті, зілдің суреті, шапқы. Алғашқы адамдардың еңбек құралдары: балта, түрен, ине, тескіш, найзаның ұштары, балық шаншитын құралдар. Сонымен қатар ежелгі адамдар өзеннен балық аулауды үйренеді. Бұл балықты жеуді, пісіруге болатынын біледі. Балық аулайтын арнайы құралдар жасайды. Жаңағы жануарлардың сүйектерінен олар балық аулайтын құралдар жасайды. Егін шаруашылығымен де айналысады. Кетпені бар әйел міне қолында сол уақыттың. Одан кейін шыққан егіннің дәнік күші, шөп оратын қол орағы, ежелгі қол орақ. Енді балаларға оқулықты аштырып, ежелгі адамдардың өмірі қалай өзгерді тақырыбындағы осы мәтінді түсіндіру. Ежелгі адамдар нені қорек ететін несіне түсірдік, олар қалай тамақ тауып жегенін айттық. Енді бастапқыда адамдар тағамдарды табиғи түрде шикілей қолданды. Тамақты отқа пісіріп, жеуді біртіндеп үйренді. Отты пайдалану табиғат құбылыстарын түсінуге мүмкіндік берді. Найзағай ойнағанда жай түсіп, қураған ағаштар жанды. Өрт шықты, адамдар жанып жатқан ағаш бұтағын алып, от тұтатты. Олар отты сөніп қалмасын деп күні-түні отты күзетті. От сөніп қалса, адамдарға өмір сүру қиындайтын еді. Себебі олар от тұтатуды білмеген. Сол от сөніп қалмасын, олар күні-түні өздері күзетіп отырған. Сол отты жағу арқылы олар жабайы жануарлардан өздерін қорғады. Түнгі уақытта от жанып тұрған жерге жабайы жануарлар жоламайтынын білді. Енді бағана біз айтып өткендей, мына оттан жабайы адамдар не алғанын біз бағанада бір айтып өттік. Енді жылу алды оттан, жабайы аңдардан қорғанды деп отырмыз. Сазбалшықтан ыдыс жасау, тағы басқа. Енді мына суреттерге қарасақ, адамдар от тұтатудың қандай әдістерін ойлап тапқанын айтуға болады. Жаңағы құрғақ ағаштар бір-біріне үйкелеу арқылы, тасқа тасты соғу арқылы олар от ұшқындары пайда болатынын біліп, от жағуды үйренді. Кейіннен адамдар сазбалшықты отқа күйдіру арқылы ыдыс жасауды үйренді. Отқа күйген ыдыс берік, әрі су ақпайтынын байқады. Мұндай ыдыс отқа қойып сұйық тамақ пісіруге ыңғайлы болды. Ғасырлар өтті, жер бетіндегі үлкен мұздықтар еріген соң өзендер мен көлдер пайда болды. Яғни осы жерде бірнеше ғасырлар өткеннен кейін жер бетінде мұздықтар басып, үлкен өзен көлдер пайда болады деп отыр. Енді мына суретке қарасақ, бұл құрал ежелгі адамдардың тамақтануына қалай әсер етті деп ойлайсың. Жер беті жылынғаннан кейін зілдер қырыла бастайды.
жүйрік аңдардан бұғылар мен киіктер ғана қалды. Оларды аулау аңшыларға оңайға түспеді. Сондықтан аңшылар садақ пен жебені ойлап тапты. Енді аңшылықпен тек ер адамдар айналысқан, аң аулауға ер адамдар шыққан. Енді бастапқыда адамдар етті шикідей жесе, одан кейін отқа пісірсе дәмді болатынын біліп, олар отқа пісіруді үйренді. Одан кейін отқа сұйық заттарды жылытуды, ысытуды білді. Енді мына суретке қарасақ, ежелгі адамдар тағы нелерді аулағанын жорамалдап айтты. Ежелгі адамдар, мына суретке қарап отырсақ, олар аңдардан бөлек құстарды атқанын білуімізге болады, яғни олар құс етін де жеп пайдаланды. Мөлшермен 100 мыңдай жыл бұрын жер беті қатты суында адамдар өмір үшін қатал сынақ болды. Яғни жер суы, оларда енді баспана болған жоқ. Одан кейін олар жаңағы күн суығаннан кейін қаншама алғашқы адамдар олар суықтан зардап шекті. Қаншама адамдар өліп қалды соңғы уақыттарда. Ежелгі адамдар енді олар өздеріне баспана салуды үйренді одан кейін. Одан кейін дәптермен жұмыс жасау идеялар кілемшесін пайдаланған болатын. Идеялар кілемшесі осы жерде дәптермен жұмыс жүргізді. Отты пайдалану адамдардың өмірін қалай өзгертті? Соны дөңгелектердің ішіне жаздырдым. Бағанағы біз айтып өткендей, оттан алғашқы адамдар не алды, соны балалар тізбектеп жазып отырды. Одан кейін балаларды сергітіп алу мақсатында сергіту жаттығуларын жүргіздім. Өңгірде және от сергіту жаттығулары 4 жолдан келген, бір шумақтан келеді. Біріншісі, өңгірдеміз, қазір біз теріні қолға аламыз, иінемен 3-4 қолымызды созамыз. 2 тасты қолға алып, бір-біріне соғамыз. Одан шыққан ұшқынмен мүк тамызып жағамыз деп осындай сергіту жаттығуларын жасаттым. Балалар қол қимылдарымен әрбір жолдарын қол қимылдарымен көрсете отырып сергіту жаттығуларын жасайды. Ежелгі адамдардың аңшылар мен терімшілердің ас мәзірін құрастыр. Яғни жаңағы бөлінген 3 топ, ежелгі адамдардың аңшылар мен терімшілердің ас мәзірін құрастырады. Бірінші топ терімшілер немен тамақтанғанын, екінші топ аңшылар немен тамақтанғанын, үшінші топ тамақтарды қалай дайындады. Яғни терімшілер олар жаңағы жабайы жидектермен тамақтанса, арам шөп, жаңағы өскен шөптердің тамырымен тамақтанды. Ал аңшылар олар аң аулап, сол аңдардың шикі етімен тамақтанды. Енді тамақтарды қалай дайындады? Яғни олар басында шикідей жеді, одан кейін отқа пісірсе, оны дәмді болатынын білді. Одан кейін олар сұйық заттарды жылытып, ысытуды үйренді. Осындай тапсырмаларды орындалады. Одан кейін әр оқушыға қалыптастырушы бағалау тапсырмалары беріледі. Ежелгі адамдар қандай болған және қалай өмір сүрген? Осы сурет бойынша балалар өздерінің ойларын айтады. Одан кейін ежелгі адамдар немен қоректенген? Дұрыс жауапты белгілеп табады. Мұнда ықтимал жауаптар қуырылған етпен, шырынмен, жемістермен, нанмен, күрішпен, көкөністермен, шикі етпен, тамырмен, жидектермен. Осы жердегі 3-ші нұсқасы дұрыс екенін балалар белгілеу керек. Яғни балалардың түсінген, бүгінгі сабақты түсінбеген осыдан білуге де болады. Одан кейін сабақты қорыту мақсатында ұжымдық жұмыс я жоқ ойынын ойнатылады. Егер тұжырыммен келіссең я деп айт, егер келіспесең жоқ деп айт деп балаларға осындай тұжырымдамалық тапсырма орындатылады. Әр топқа 2 сұрақты. Ежелгі адамдар өте мәдениетті болды. Бұл жерде балалар я немесе жоқ жауабын айтады. Олар тәтті тамақтар жеді.
Ошол жерде олар жок деуі мүмкін. Ежелгі адамдар отты пайдалана алды. Иә деуге болады. Ыдыстарды дүкеннен сатып алды. Жуық, олар өздері қолдан жасады деп айтуға болады. Аңшылар садақпен аң аулады. Иә, олар қолдан садақ жасап үйренді. Алғашқыда ежелгі адамдар шикі тамақтарды жеді. Иә деуге болады, себебі олар басында тамақ пісіру білмеді. Олар шикі ет жеді. Одан кейін сабақтың соңында не үйрендік? Ежелгі адамдардың тамақтану түрі, неге және қалай өзгергенін білгендері туралы балалар айтып береді. Одан кейін ежелгі адамның тамақ мәзірін құрастыруды үйренгендерін айтып береді. Яғни ежелгі адамдар тамақ мәзірін қалай құрастырды, соны өздері айтып береді. Ежелгі адамдардың өмірі қалай өзгергенін білдік. Оттан не алатынын білді. Ежелгі адамдардың ас мәзірін білдік деп отыр. Одан кейін ас мәзірі қалай аталады, соны топтастырып балалар айтады. Мында ас мәзірін құрастыруды немесе ас мәзірін топтастырып айтып береді. Ежелгі адамдардың қару жасау, аң аулау әдістерін біледі. Яғни олар қаруды неден жасады, аңды қалай аулады. Сол уақыттарда олар аңды басында қарусыз аулайды, өйткені олар жаңағы топтасып барып, таспен атқылап, жаңағы аңдарды, жабайы аңдарды биік құздардан құлатып, солай аулайтын болған. Биік құздан құлаған аңдардың олар етін пайдаланған. Ал одан кейін олар олай қуалауға болмайтынын біліп, өздері қолдарынан түрлі жаңағы қарулар жасаған, аң аулайтын. Одан кейін сабақтың соңында пантомима әдісі қолданылады. Оқушылар пантомима арқылы өз жұмыстарының нәтижесін көрсетуі тиіс. Егер де балаларға айтылады, сендер сабақты жақсы түсініп, өз жұмыстарына риза болсаңдар, екі қолдарыңды жоғары көтересіңдер деймін. Егер де өз жұмыстарына қанағаттанбасаңдар, онда сендер бастарыңды төмен қарату керексіңдер деп балаларға түсіндіріліп айтылады. Немесе жұмысқа немқұрайлы қарасаңдар, беттеріңді екі қолдармен жабасыңдар деп осылай балаларға түсіндірілді. Яғни бүгінгі сабақтың балаларға түсінгені, түсінбегені осы кері байланыс арқылы білуге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.